Балықты осындай дәмді, жұмсақ қылып қалай дайындау керек екенін білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қалай осы балықты қайтып жұмсақ қылып, дәмді қылып қуыру керек екенін айтамын. Балықты жақсылап, тазалап, жуып, турап аламыз және тұздаймыз. Тұздаған кезде мен көбірек тұз салам, өйткені артынша тез қуырам. Балыққа тұз тез сіңеді. Неге? Балықты жақсылап тұздап жатырмыз. Енді бұл балықты таңдағанда да базарда жақсысын таңдау керек. Иісі шығып кетпегенін, біраз тұрып қалмағанын, оны қалай таңдау керек екен, кейінгі видеоларда айтып өтетін болам. Неге балығымызды тұздап болдық. Енді балықпен қосып жейтін осындай күрішті жай суға тұз қосып пісіріп аламыз. Майымызды қыздырып, балықты ұнға батырып қуыра береміз. Екі бетінде қызартып, әдемілеп қуырамыз. Неге, отымыз кейде қатты болып кетсе, астын жайырақ басамыз. Өйткені қатты күйіп кетсе де болмайды. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле отырып, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен, таныстарыңызбен осы видеоны бөлісе отырыңыздар. Менің қазақ тіліндегі каналыма өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Неге біздің балығымызда қуырылып болып қалды. Қуырылған балығымызды осындай мантаваркаға салып бұқтырып аламыз. Шетінен менікі мына бір кішкене ғана ыңғайлы мантаварка. Соған салып, бетін жауып, 15 минуттай бұқтырамыз. Сол кезде ол қуырған балығыңыз жұмсақ болып, аузыңызда еритін болады. Мінекей 15 минуттай уақытымыз өтті. Балығымызды салып аламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай жұмсақ болып тұр. Дәмі деген өте керемет болады. Балықты бұлай етіп менің анам қуыратын. Біз кішкентайымыздан осылай неше түрлі балықты қуырып, кейде асып та жейтінбіз. Суға пісіріп, кәдімгі бешбармақ сияқты қылып, қамыр салып, картошка салып, сол анамнан алғам өнегем. Ал енді мына қасына пісірген күрішімізді қойып, осылай жейміз. Өте жұмсақ. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Құр қуырып қойғаннан көрі, оны бұқтырған жақсы. Негізі күріштен басқа қасына кішкене картоп қуырып жіберіп, соның бетіне бұқтырсаңыздар да, картопыңыздың дәмі өте керемет болып шығады. Ал енді видео ұнаса, лайк, комментарий және тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.